Бүгін балалар мен жастардың шығармашылық сарайында саяси менеджмент академиясының ұйымдастыруымен әйелдердің ел дамуындағы рөлі атты форум өтті. Облысымыздың кәсіпкер мен іскер әйелдері бас қосқан шараға Абай облыстық мәслихатының депутаты Шолпан Чегедекова, Альбина Ахметова, іскер әйелдер қауымдастығының Абай облысы бойынша филиалының төрағасы Насихат Исабаева қатысты. Абай облысында Шолпан Бағланы Чегедекова деген азаматша бар. Ол осы Абай облысындағы әйелдер альянсының төрайымы болып табылады. Сонымен қатар осы Абай облысында депутаттық фракцияның төрайымы болып табылады. Бұл азаматтар саясатта жүрген әйел адамдардың бұндай шара жалпы Аманат партиясы тарапынан 2001 жылы өткізген болатын. Бұл ары қарай жалғасын табуда. Бұл форумның мақсаты осы Аманат партиясының деңгейінде әйелдер қанатын құру болып табылады. Форумның басты мақсаты заманауи әлемдегі әйелдердің рөлін талқылау және жүйелік мәселелерді шешудің жалпы тәсілдерін әзірлеу. Сонымен қатар форумның негізгі пікірталастары әлеуметтік демографиялық прогресті қамтамасыз етудегі әйелдердің жаңа рөлін талқылауға, экономикалық өсудің жаңа үлгілеріне көшуге, денсаулық сақтау мен білім берудегі дамытуға, әйелдер арасындағы қаржылық сауаттылық проблемаларын шешуге және өзін-өзі бағалау мен дамытуға бағытталған. Бүгінде нақты шаралар қолға алынып жатыр. Қазір басшылық қызметтегі әйелдердің қатары көбейіп келеді. Парламентте сіздер үшін арнайы квоталар бар. Арнайы партиялық квота бойынша парламентте болсын, қай салада болсын, әйел адамдардың 30%-ын құрау болып табылады. Форум барысында жиналған іскер қыз-келіншектер қауымы өздерінің өмірлерінен алынған жайттармен бөлісті. Мысалға, Теравита жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Насихат Қабдығалиеваның айтуынша, ол осы уақытқа дейін аудан-ауылдарды аралап, бизнеспен айналысқысы келетін әйелдерге кеңес беріп келген. Годы были очень тяжелые, я сидела с 4-м ребенком, муж был руководителем, у него зарплата была 5000 тенге, и он мне сказал: ну почему ты не метаешь, давай думай, что будем делать дальше. Бүгін Семей қаласының номері 17-ші орта білім беретін мектебінде мектеп лигалары арасында дебаттан облыс әкімінің кубогы ойнатылды. Жарыс Абай облысында алғаш рет өтуде. Оған Абай, Үржар, Бесқарағай аудандарының және Семей қаласының оқушылар қатысуда. Жалпы бүгінгі мынау турнир қаламызда областной облыстық әкім кубогына байланысты біздің мектепте өтіп жатыр. Бүгінгі жарыс жалпы дебат өзіміздің білім министрі Асхат Аймағамбеттің бастамасымен, ол кісінің ойнауымен бұрын өзі қатысып, кісі ойнаған. Қазір қаламызда, Қазақстан республикаларында түкір-түкір ауылдарда, аудандарда орын алып жатыр расында. Жалпы дебат енді ол түсініктеме оқушылардың ой-өрісін дамытуға, оқушыны шешендікке баулуға, оқушыны тәрбиелейді және үйретеді. Енді алдағы осы қатысып жатқан дебатерлерге тек қана сәттілік тілейміз. Жарыс тек қана жақсы өтуіне. Жарыс 4 іріктеу раундтарынан жартылай финал және финалдан тұрады. Ал төреші ретінде Шәкәрім университетінің Парасат және Конгресс, Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің оратор дебат клубтарының мүшелері төреші ретінде тағайындалған. Бүгін Абай облысындағы мектеп лигасында алғаш рет облыстық турнир өтіп жатыр. Жалпы турнир 4 негізгі іріктеу раундынан тұрады. Барлық ойын американдық парламенттік формат бойынша, яғни АПФ бойынша жүргізілуде. Қазақ лигасында 20-ға жуық фракция ойнап, бүгінгі таңда бақ таласып жатыр. Төрешіліктің негізгі критерияларына тоқталатын болсақ, бұл аргументтің толық дәлелденуі, оның маңыздылығы, релеванттылығы, яғни тақырыпқа қатысты ма жоқ па деген секілді сұрақтарға жауап беруі және шынайылық бірінші орында деп ойлаймын. Жарысқа қатысушылар турнирге жақсы дайындықпен келген, берілген тақырыптарды зерттеп меңгеріп, алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсетеміз дейді. Мен Оралғазы Ақниет, 23-ші орта мектептің бірінші баласынай клубының спикері болып табыламын. Жалпы бүгінгі ойынға демеушіміз СМЛ фракциясы атынан қатысып отырмыз. Жалпы бірінші ойыннан кейінгі алған әсерім жағымды, өзімнің қателіктерімді түсіндім, қандай да бір идея тұрғыдан жаңа серпілістер алып жатырмын. Және де ары қарай осы бәсекелестіктеріміздің мүмкіндіктері өте жақсы, прогрессивті, және де турнир соңына қарай жағымды эффекттер аламыз деп есептеймін. Турнир жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне Абай облысы әкімі атынан кубоктар және бағалы сыйлықтар табысталатын болады. Жарма ауданының әкімі Жарқынбек Байсабыров іс-сапармен Суықбұлақ кентінің Ұзынжал, Жайма ауылдары мен Шарқ қаласы аумағындағы Кезеңсу, Көшек ауылдарында жалғастырды.
Алдымен Ұзынжал ауылында болып, ондағы негізгі мектепті аралап, білім мекемесін және онда орналасқан номері 580 сайлау учаскесінің жұмысымен танысты. Жұмыс барысында мектептің едені жөндеу бойынша жауапты мекеме басшыларына тапсырма берілді. Жайма ауылындағы арқалық негізгі мектебін аралау барысында бір қатар мәселелер анықталды. Сонымен бірге, жөндеуден өтіп жатқан су желісі мен мұнарасын жағдайын танысу барысында жіберілген кемшіліктердің орнын толтыру бойынша мердігер мен тиісті мекеме басшыларына олқылықтардың орнын толтыру бойынша ұсыныстар берілді. Өңір басшысы жұмыс сапарын қорытындылай келе сайлау учаскелерінің дайындығын тексерді. Сәйкесінше, округ әкімдеріне елді мекендердің санитарлық тазалығы мен көріктендіру жұмыстарын жетілдіру жөнінде нақты тапсырмалар жүктеді.